Баршаларыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге мен Санжар Айдар. Көп кісілер білетіндей, алдыңғы видеолардан болсын, инстаграмнан болсын, менің қазіргі таңда Түркияда жүргенімді көп кісілер біледі. Және инстаграмда мен арнайы опрос жасаған болатынмын. Бұл жерде мен өзімнің осы Түркиядағы оқиғаларым жайлы инстаграм сториста әлде толықтай осындай үлкен форматта ютубта бөлісетінімді сұраған болатынмын. Көп адамдар стористі белгілесе де мен оны инстаграмға да ютубқа да шығарамын деп шешкен болатынмын. Бүгін бізде осындай шынымен сіздермен бірге бірінші рет ашық әңгіме болайын деп тұр. Бұл жерде ешқандай дайындық жоқ, еш нәрсе әзірлемедім. Бұрынғыдай тақырыптардағы әңгімелер болмайды. Бұл жерде осындай қысқа видеоларда мен жай ғана өзімнің өмірім жайлы лайфстайл блог ретінде сіздермен бірге бөлісіп отырамын. Бұл енді шынымен мен үшін өте қызық, бірінші рет жасалып тұрған нәрсе болайын деп тұр. Онымен қоса енді аздап қобалжу бар. Сол себепті міндетті түрде лайк басып, өз пікірлеріңізді міндетті түрде төменге жазыңыздар. Ал бүгін біз мінекей енді Түркия елі мемлекеті жайлы сөйлесетін боламыз. Аздап міне кішігірім осындай жоспарлар осы дәптерге дайындап қойдым. Жаңа ғана сіздер үшін арнайы сатып алдым. Оның түрі осындай, шынымен күшті дәптер 60 беттік. Тор көз 200 теңге тұрады. Жарайды, енді бастайық. Сонымен ең алғашқы сұрақ бұл: неге Түркия мемлекетін таңдадым? Енді мен өзім бір аздап кішкене қорқақ болып келем, себебі сыртқа көп шыға бермеймін, үйде отырып онлайн түрде жұмыс жасауды ұнатамын және бұл нәрсеге қатты үйреніп қалған. Алматының өзінде көп жерге қатыра бермейтінмін. Достарым мысалы 1 емес, 2 емес, 5 рет шақырған кезде соның 5-шісінде ғана бірақ бір жерге шыға қоятынмын. Бұл жерде енді Түркияға ұзақ дайындалдым, бірақ неге екенін соншама білмеймін. Қайта шегере бердік. Жолдың бәрі билеттердің көбісі күйіп кете берді, бірақ түбінде естіп міне келген болатынмын. Енді бір нәрседен бастау керек болды. Мен жалпы өзім саяхаттағанды әлі саяхаттап көрмесем де бұл істі өте қатты жақсы көрем. Басқа адамдардың видеоларынан байқап жатам. Енді ең мүмкін көп қазақтар баратын жер, ең жеңілі делік, ең баруға ыңғайлы, тез бұл енді Еуропаның төңірегінде бұл түрік мемлекеті, яғни Түркия болып шықты. Әзірше енді алдағы уақытта үлкен жоспарлар бар. Бұл мысалы Дубайға бару, Еуропаны көру, ақш-қа барып келу, немесе басқа мысалы адам көрмеген нәрселерді көру деген сияқты. Сол себепті енді Түркиядан бастап көрейін дедім. Және енді менің өзімнің мысалы Алматыдан не үшін тура осы қалаға қазір айтамын қандай екен, неге осы Түркия мемлекетіне келгенім жайлы айта кетейін. Бұл біріншіден енді оның оң жақтары деп қарастырайық. Қазіргі таңда бұл әрине ауа райы. Мен осы Түркияға келген кезде шамамен 2 күннен кейін алматылықтардың бәрі WhatsApp-қа статустарға «У нас первый снег», бізде бірінші қар жауды деп айтып бастаған болатын. Ал мен сол кезде қуандым. Мен айттым, алматылықтар маған сендердің ауа райларың мүлдем қажет емес. Сол себепті бізде енді күн шығып тұр, ауа райы тамаша. Мұнда жылдың 4 мезгілінде де күн ыстық болып отырады. Қыс кезінде +20, +25. Қайта бұл түріктердің өздеріне суық көрінеді. Енді біз сияқты адамдарға, мысалы Қазақстаннан келген адамдарға бұл әрине өте ыстық ауа райы. Одан кейін әрине бағасы. Бұл жердегі күнделікті өмір тура Алматының төңірегіндегі бағалар болып келеді. Кішкене мүмкін кейбір жерде жоғарырақ, ал былай салыстырмалы түрде екеуі бірдей. Менің жұмысым, кәсібім көбінесе осы блог, онлайн түрде жұмыс жасалып жатқандықтан мен Алматыда үйден шықпай жұмыс жасаймын, ал мұнда енді келе сап, мұнда да үйде отырып жұмыс жасай беруге болады деп жөн көрдім да, ыстық мемлекетке көшіп келгім келді. Одан кейін әрине бұл шетел, себебі мен мүлдем шетелге шықпаған, бұл шетел. Осындай нәрсенің бәрін көргім келді. Келесі пункт бізде әрине бұл енді өзімді жеңу, себебі мен бұл жерде жалғызбын десек те болады. Менің таныстарым, туыстарым бар, бірақ олармен бірге тұрмайды. Олар мүлдем басқа қалаларда кішкене 1-2 сағаттық жерлерде. Ал мен бұл жерде жалғызбын, енді өзімді көргім келді. Жаңа ғана мысалы автобуста бір орыс кісілерге 2 отбасыға интернет таратқан болатын. Мен тариф қостым. Олар бірінші рет келгендіктен олар менен сұрайды, сен неге жалғызсың? Саған жалғыз болған ұнай ма деген сияқты. Мен айттым қайта, иә. Себебі егер мен мысалы 2 адам, 3 адам, 4 адам болып келетін болсақ, біз бір-бірімізге сеніп қалушы едік. Сол кезде біз мысалы басқа адамдармен таныспаймыз, көріспейміз, біз бір-бірімізбен шектелеміз, солай топ-тобырмен болып жүре береміз. Ал қазір мен жалғыз болғандықтан көп жерді білгім келеді, әр адаммен танысқым келеді, жаңа нәрселерді біліп жатырмын. Одан кейін әрине осындай сіздер үшін YouTube блог түсіргім келді. Одан бөлек енді YouTube'да видеоларымды көріп жатырсыздар, осы Түркия елінен барлығы салынып жатыр.
Келесі бізде сұрақ бұл билет жайлы. Билет құны келу қанша, кету құны қанша. Мен өзім чартырный билетпен келдім 56 000 теңгеге. Чартырный билет жайлы толықтай бөлек видео арнайтын боламын, егер әрине қажет болып жатса. Бұл қарапайым ұшақ сияқты емес. Бұл қайта чартырный рейс қарапайым деп айтайық. Ал мысалы Air Астана бар, басқа компаниялар бар. Мысалы Каспийға кіріп қарайтын болсақ, немесе басқа сайттарда көретін болсақ, бұл чартырный рейстер емес. Чартырный деген ол өте арзан болады. Оның енді тақырыбы мүлдем бөлек. Менің қасымдағы танысқаным бала, ол 30 000 теңгеге Түркияға ұшты. Міне напарничкамен келеді, қас болсын. Одан кейін кету бағасы кішкене қымбатырақ енді. Келуге мысалы 30 000 теңгеге Түркияға келуге болса, ал бұл жақтан қайта Қазақстанға оралу үшін кемінде 100 000, 150 000 теңге қажет болады. Жалпы ұшу ұзақтығы 6 сағат. Бұл яғни сізде билетіңізде 2 сағат көрсетіледі. 2 уақыт. Біріншісі бұл Алматыдан ұшатын уақытыңыз, және екіншісі бұл Түркияға келетін түріктердің уақыты болып келеді. Бұл жерде енді шатаспаңыздар. Одан кейін бұл жерде енді немен қозғалуға болады. Әрине біз келген кезде біздің көлігіміз болған жоқ. Сол себепті бұл жерде бірінші кәдімгі транспорттар бар, бұл самокат, велосипед, бұл жерде мотоцикл, мопедтер өте көп. Одан кейін одан бөлек көліктер бар, такси бар, әуе ұшақтары, пойыз жолдары, тез жолдар. Бұл жерде енді бұның барлығы бар. Кез келген осындай көліктермен қозғала беруге болады. Келесі бізде ең алғаш келгендегі ойым қандай болды. Бұл жерде мен аэропорттан түсе салып, ары қарай біз уже автобусқа отыра салған кезде, бұл жерде трансфер деп аталады бұл нәрсе. Соған отырған кезде мен мысалы Анталияның шет жағасын көріп қалдым аэропорттан түскен жердегі. Мен бұл жерде ойладым, мен өзім курткамен отырып, бұл жерде ыстық болады екен, әдемі өмір сүруге болады екен, пальмалар бар, теңіз жағасы, бүкіл мемлекет, бүкіл ел, бүкіл күшті орысша айтайық, условиялар, жағдайлардың барлығы осы теңіз жағасына қарай жасалған. Сол себепті түріктерге күнделікті теңізге түсу бұл енді қарапайым қалыпты нәрсе. Мысалы біз үшін таңғаларлық нәрсе болса да. Және мендегі ой бұл мен алматылық ақшамен, алматылық мысалы шығындармен бір апталық, бір айлық делік бұдан да күштірек өмір сүре алатыныма өте қатты таңғалдым. Бұл жерде енді жаңа айтып өткендей мен жалғызбын, енді мен жалғыз емеспін, менде сіздер барсыздар, сол себепті барлығы тамаша. Одан кейін енді түріктердің қандай әдеттер бар, олар жалпы қандай адамдар. Түріктердің әдеттері өте көп, бұл әсіресе көп адамдарға түсініксіз болып келеді. Бұл мысалы олар аяқ киімдерін подъезге шешеді, яғни үйдің сыртына. Сол үшін қайта мысалы үйлердің барлығы тап-таза болып келеді. Ол аяқ киімдерге ешкім тиіспейді, ол қандай болса да, қаншалықты күшті болса да. Одан бөлек олар өте қызық, әрі күшті, керемет адамдар, себебі кез келген жерде сізге қажетінің барлығын айтып, көрсетіп, сипаттап береді. Жол сұрайтын болсаңыз, бірде-бір адам, "Жоқ, мен оны білмеймін" деп ешқашан айтпайды. Ол қайда бұл үшін ұялады екен. Мен өзім сұрастырып көрдім, түріктердің, олар айтады. Бізден мысалы бір адам бір нәрсе сұрайтын болса, егер біз оны білмейтін болсақ, бұл бізге бір ұят сияқты көрінеді. Біз оны өзіміз білгіміз келеді, біліп алып, сосын екінші адамға түсіндіреміз деп жатады. Окей, енді ары қарай мен қазір қайдамын, қай қаладамын, не істеп жүрмін. Мен өзім қазіргі таңда Алания қаласына көшіп келдім. Бұл оңтүстікте орналасқан Анталия деген үлкен мегаполистан 160-180 километр арақашықта орналасқан кішкентай қалашық болып келеді. Неге мен енді Аланияны таңдадым? Себебі біріншіден оңтүстік, ыстық, теңіз жағалауы, барлық әдемі теңіздер Аланияда да бар, басқа қасындағы қалаларда да бар. Бұл жерде мысалы баға қатты қымбат емес, кілең туристар, әсіресе орыстар мен қазақтар өте көп, барлық жерде кездеседі, барлық керек нәрселердің барлығы негізі орыс тіліне жақын болып келеді. Яғни не керек, не қажет болса да, экскурсияларға шығатын болсам да, мен орыс кісілерді тауып алып, солармен бірге мысалы саяхатқа аттана аламын. Одан кейін осы жерде мен туристер мен саяхаттаушының рөлін айтқым келіп отыр. Жаңа жалғыз шыққан себебі, мысалы, егер біз турист ретінде шығатын болсақ, бұл белгілі бір тур, горящий тур деп айтып жатады. Сол жерде біз белгілі топтар адаммен қозғаламыз. Мысалы, 10 адам, 100 адам, немесе одан да аз, немесе одан да көп деген сияқты. Ал мен жалғыз болғандықтан мен өзімді саяхаттаушы ретінде көремін. Яғни әр түрікпен, әр осындағы адаммен жеке сөйлесіп, әр нәрсені өзім жаяу көргенді жақсы көрдім. Енді қазір қайдамын? Мен осы Аланияның орталығындамын, дәлме-дәл. Бұл жерде мен осындай хостелді жалдаған болатынмын. Бұл енді хостел деуге келмейді, бір пәтер, мен бір тәтенің қасында бірге тұрамын деуге болады. Бұл жерде енді барлығы шынымен тамаша, пәтер өте керемет, жап-жарық, барлығы бар, Wi-Fi да бар,
қажетті санузелда, кухняда бәрі де жап-жаңа, бәрі де керемет. Бағасы тура Алматыдағыдай күн сайын шамамен 5000 теңге, плюс-минус 500 теңге, 1000 теңге деуге болады. Бұл жерде шығындар қандай? Тамаққа күнделікті шығындар, жүріп тұруға, транспортқа, одан кейін мына үйге кетеді. Одан кейін енді ары қарай өзіңіздің қыдыруыңызға сәйкес, егер көп қыдырам дейтін болсаңыз, сәйкесінше аздап қаражат жұмсау керек болады. Одан кейін интернет жағы қалай? Негізі барлық жерде Wi-Fi бар, сол себепті ерінбей, ұялмай дегендей, ерінбей емес, ұялмай сұрасаңыз, сізге барлық парольдарды береді, кез келген жерде, кез келген уақытта Wi-Fi-ды табуға болады. Ал бұдан бөлек біздің интернеттарымыз бұл жерде ұстамайды, сәйкесінше роуминг қосу керек. Ал роумингтің құны жоғары, мысалы 900 теңгеге маған 100 мегабайт берді. Мен бір Инстаграмға кірдім, бұл 900 теңгем жоқ болып кетті. Бұл бір 5 минуттың шамасында бітіп қалды. Сол себепті мен бұл жердегі өзінің жеке мобильді операторлар бар. Мен Turkcellді таңдай салдым, ол 8500 теңге болып шықты. 20 гигабайт, 200 минут, 500 смс берген болатын. Енді болады, бастапқыда бәрі солай алады екен. Біздегі тарифтар 2000-2500 тұрса да, мұнда 8500 деген енді қалыпты нәрсе. Пәтер бағасы бұл жерде егер көшіп келем дейтін болсаңыз, тура Алматыдағыдай пәтер бағаларын қарастыруға болады. Яғни 150 мың, 200 мың теңгеден барлығы басталады. Бұл қайта теңіздердің жағасындағы пәтерлердің өзінде де өте керемет жағдайлар жасалған. Сатып алу үшін кемінде мысалы 150 мың евро, 60 мың, 70 мың евродай қажет болады. Бұл енді шынымен күшті пәтерлерді алу үшін. Бұл жердегі пәтерлер көбінесе 1 қосу 1, 2 қосу 1, 3 қосу 1 деп сатылып жатады. Яғни қосу 1 дегеніміз бұл біздің кухнямен, яғни ас үй мен залдың екеуінің қосындысы, яғни бұның бәрі бір бөлме болып есептелетіндігі. Одан кейін бұл жердегі қандай қосымша нәрселер беріліп жатады пәтерлерге қатысты. Егер сіз мысалы пәтер жалдайтын болсаңыз да, немесе сатып алатын болсаңыз, сізге бассейн қосымша тегін, хамам қосымша тегін, тренажерный зал қосымша тегін, және бұдан бөлек көп нәрселер бірге бонус ретінде беріледі. Яғни мысалы менің ойымша, қазақтарда бұндай жигаларды, мен бұндай нәрселерді байқаған жоқпын. Сол себепті мен үшін бұл шынымен таңғаларлық керемет бір қызық нәрсе. Бұндай нәрсе мен Алматыда көрмегендіктен, бұл жердегі менің ойымша түріктерге бұл қалыпты нәрсе болып кетті, себебі олар туыла салып осындай керемет жағдайларға бірден келе салады. Және мен жүрген мысалы Анталия, Аланияда көп түріктер түрікшеден басқа тілді біле бермейді. Мысалы Стамбулда ағылшынша тілді біледі деп айтып жатады. Бірақ та менің ойымша бұл жерде түріктерде барлығы бар, ешқайда саяхаттағысы келмесе де осында қалып, осында өмірлерін сүріп, ешқайда шықпай қойса да болады. Сол себепті түрік тілін білген жеткілікті олар үшін. Олар не істейді? Біз сияқты ағылшынды жаттап, біз сияқты орыс тілін жаттап, біз сияқты қазақшаны жаттап деген сияқты бір тілі бар. Олар сөйтіп сол тілмен патриот, сөйтіп ары қарай осы жерде өмірін өткізе береді. Одан кейінгі енді видеомыз тәмамдауға жақын қалды. Мінеке дәптерімді жаптым. Бізде енді келесі сапарлар, алдағы жоспарлар қандай? Алдағы уақытта мен Стамбул қаласына аттанатын боламын, себебі менің ағам айтты, сен шал емессің ғой, демала беретін дейді Анталия, Аланияда. Сол себепті Стамбулды көрмесең, сен Түркияға бардым деп айтпай қой деді. Сол себепті мен сұраған адамдардың барлығы Анталияға қарағанда Стамбулды қаттырақ мақтады. Сол себепті келесі сапар қарап кеттім. Келесі сапар бізде бұл Стамбул қаласы. Стамбулда біз көп нәрселерді көреміз. Сол жерден тағы да бөлек видеолар түсіретін боламын. Енді сонда көріскенше. Ал жалпы мемлекеттерді алатын болсақ, ары қарай енді неше түрлі елдердің барлығын көргім келеді. Ал сонымен видеомыз тәмамдалды. Баршаларыңыздың көргендеріңіз үшін рахмет. Аз да болсын сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Бұл видео жалпы енді ғана келген, мысалы студенттерге, оқушыларға немесе басқа да кісілерге пайдалы болады деген ойдамын. Себебі мен де бұл нәрселердің барлығын біле қойған жоқпын. Бірақ та осындай видеоның арқасында сіздер де мен де осы Түркиядағы өмірімізді жеңілдететін боламыз.